Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен блинның ең дәмді, ең жұмсақ рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші жұмыртқа, секер, тұз және ванилинді венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді оған айран және електен өткізілген ұнды қосып араластырып, қамырды 10 минутқа қоя тұрамыз. Одан соң ыстық су құйып, тез-тез араластырамыз. Соңында ас содасын және сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса дайын болды. Қызып тұрған табада екі жағын қызартып пісіріп аламыз.